Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жұмсақ, үлпілдек, өте әдемі болып шығатын бауырсақтың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл бауырсақтардың илеу тәсілі ерекше. Бауырсақ әр үйде әртүрлі жасалады. Ал сіз қалай жасайсыз? Комментарийде бөлісе отырыңыздар. Жылы су, жылы сүт, қант және ашытқы бәрін араластырып, 10-15 минут ашытқы қабынғанша күтеміз. Қант пен ашытқы бір-бірімен өте жақсы ұйқасады. Бұл этапта тұз қоспаған дұрыс, себебі тұз бен ашытқы бір-бірімен жақсы келіспейді. Ашытқы қабынған соң үстіне сұйық май, ерітілген сары май, тұз және жұмыртқа қосып араластырамыз. Ұн әртүрлі болады, сол үшін ұнды бөліп саламыз. Біртіндеп салып, бірінші венчикпен араластырамыз. Араластыру қиындай түскенде қолмен илей бастаймыз. Бауырсақ үлпілдек және жұмсақ болып пісу үшін осы этапта ұнды көп салып жібермеу өте маңызды. Ұн бір-бірімен жақсы қосылып, бірақ әлі қамыр жабысқақ кезде ыдыстан алып, үстелге орналастырамыз қамырды. Қамыр осындай жұмсақ, қолға жабысқақ болып шығу керек. Қамыр әлі үстелге және қолға өте қатты жабысып тұрады. Бірақ біз илеген сайын ол үстелге жабыспай, қолға да жабыспай бастайды. Қамырды видеодағыдай илейміз, яғни асты жағынан үстіне қарай көтереміз де үстелге ұрамыз. Үстелге ұрып, сосын екі бүктейміз. Сосын екінші жағынан алып, тағы да көтеріп ұрамыз үстелге. Қамырды астынан үстіне қарай көтереміз, үстелге ұрамыз, екі бүктейміз. Сосын екінші жағынан тура осылай қайталаймыз. Бұл процеске уақыт аямаған жөн. 5-10 минуттай осылай илейміз. Уақыт өте келе қамыр қолға және үстелге жабыспайды. Созылмалы болмай, домаланып, өзі жұп-жұмсақ қамыр болып шығады. Жұмсақ, қолға және үстелге жабыспайтын болған кезде ыдысымызға салып, 1-1,5 сағат жылы жерге қойып қоямыз. Қамыр өте жақсы көтерілді. Кішкене ұн сеуіп, қамырды жая бастаймыз. Қамырдың ішіндегі ауаны қатты басып тастамаймыз. 5 мм-дей болатындай қылып жаямыз. Бауырсақты қалаған формамызда пісірсек болады. Мен бүгін домалақ бауырсақтар жасаймын. Осындай формочкамен кесіп аламын. Стақанмен кесуге де болады. Айымыз қызғанша бауырсақтарды орамалдың үстіне немесе пергаменттің үстіне қоя тұрамыз. Майды шұңғылдау ыдысқа жақсылап құйып, өте жақсы қыздырып аламыз. Бауырсақтарды екі жағы қызарғанша жақсылап пісіреміз. Бауырсақтардың үрілгендігі соншалық, екінші жағына аударғанда қайтадан орнына айналып кете береді. Осылайша барлық бауырсақтарды пісіреміз. Бауырсақтар өте дәмді, жұмсақ, үлпілдек болып шықты. Осы рецептпен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Менің каналыма жазылып, қоңырауды басып қойыңыз. Сіздермен болған баршын, келесі видеоларда жүздескенше.